интернет мүлде істемей қалды, емайы барошы. Бір компьютер ойнайынсен ойнамай қойдым мұқан пинг болып бару күзгода. Так, не істейміз, біз деген далаға шығамыз, тұрайық лучше компьютердан бару. Далаға шығамыз, таза ауа жұтамыз, уже 2 күн болды ма, видео түсірмей ма, 1 күн болды ма. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге бол, мен Айзек, және де менің жаңадан видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі бөлімде біз не істейміз? Бүгінгі бөлімде тым бізде идея жоқ. Алдында түрмеден қашып кеткен болатын, ар жақта салынған оның бәрін жоқ қылдық, короче. И короче, бүгін біз не істейміз? Бүгін біз мынандай не алып аламыз даған, тырмаман не дейді, сондай алып аламыз дағаны, короче. И өзімнің, короче, күнделікті жұмысыма көшем. Ато деген компьютер деген мынау бәле болды бар ғой, компьютерде отыра берем бар ғой. Так, оқты, так, нәже жетіліп тұр екен, так, тұра берсін, мақұл. Так, не істейміз? Қайсыдан бастаймыз? Мынау бізде қатты өсіп кетті. Осыдан бастайықшы. Ой, суға түсіп кеттім. Так, қатты өсіп кетті. Осыдан бастайық. Мынаны аламыз да, бұлайынан орайық. Опа, әдем шықты. Так, мына судың ішіне кіріп кетеді. Абайланмасақ. Еще мынаны алдында біреулер деген біреудің итімен бір жетел итімен қыдырып жүр. Оны әже, прикиньте. Иті деген әжер тап кеткен. Емай, орысып бердім сосын барып. Так, тағы не бар? Тағы әжерде мынаулар бізде өсіп тұра берсін. Мә, мынау анау әлі өспеген ба? Мынау неғып жай өсіп жатыр, бүйтіп, бұл неғып жай өсіп қалды бүйтіп. Так, мақұл, тұра берсін, нормально бәрі. Так, басқа не бар? Басқа дым жоқ па? Басқа ар жақта бар екен қазір. Бізде тағы бір нормально кир не жоқ па бізде? Мынандай бір оратын нормально. Так, мынаны алып алайық, мен оны жоқ, мынаны салып тастайық. Лучше қазір өздерін өндіріп 2 есе шығарып аламыз ғой. Мынау алма, қызыл алма мен көк алма, жасыл алма түрі бар ғой. Әлі жетелдерге бере салу керек, осыны бар ғой ше. Так, не істейміз енді? Енді ар жағына барып келек. Жетел қалай жағдай, нормально ма бәрі? Асик, қалай жағдай, нормально. Нормально бәрі. Не істеп жүрсіңдер сен? Не алып, таңертең сен ерте жатып болсын ғой далаға. Я сол ғой, мынау компьютерда интернет не тоғып тұр, сол далаға шығып бір жұмысым істеп қайтайын деген ғой. Чотам өзің не істеп жатсың әже? Мен мынау таза ауа жұтып жүргем ғой, мынау. Мен де сол интернет ұстамай жатыр дейді. Интернет телефоннан қарайын десем, қараймын. Болсын жүрмін далада. Дұрсы, мадыс, жүре беріңдер, мен кеттім онда, өзім жұмысын істерім, мақұл. Так, осы жетелдерге анда-санда таң қалам бар ғой, таза ауа жұтып жүрмейді, емой. Мен неге осылар сияқты өмір сұрамайым? Таза ауа жұтады, күшті болып өмір сүреді, жүреді, как положено. Мына ақымда өсіп кетті, неғып істейін, короче. Неге мен осының бәрін істей береді десеңдер, достар, неге огородтың бәрін сен орасың, неге жетелдер істемейді десеңдер? Короче, әр жетел өзінің жұмысын істейді. Яғни кейбір жетел мына ауылда құдықта су болмай қалды, суға жүреді. Анау өсіп тұра берсін, нормально. Осылай, короче, бәріміз жүреміз, тірліктерімізден как положено. Ал менің мойнымда осы жақтан андай болып, осылай мынандай оратым болып істе, мыналар өсіп тұра берсін, мыналар әдем жайқалып тұр. Вот мыналар уже қурап жатыр бар, сарғайып уже. Мынаның бәрін бит орып тастау керек, сондықтан тек орып тастаймыз, и суға түсіп кетеді, суға түсіп кеткендерін алып жүреміз, суға түскен жоқ па ешқайсысы. Так, суға түспесе болды. Так, мыналардың бәрін орып қойып қоямыз, былай қоямыз. Осылайынан қойып қойып, мен короче осының бәрін егіп жүретін адаммын ғой, короче, бір сөзбен айтқанда ше. И, короче, мынаны аламыз, жоқ, мына жайқалып жасыл болып енді өсіп жатыр, бұны алмай-ақ қояйық. Нормально, нәже су нормально жеткілікті, нормально пойдет. Мұны аяқтың суын кімаған. Ё-мое, жетелдерге қанша айтам қойша, мәссаған, мұнан қайсы жетелдердің, ё-мое, барғышы, осы жетелдердің бәрін айтам, тимеңдер, менің неме тимеңдер деп всегда айтам барғышы, мен барып андай су алып келейін, шелекпен, так, шелек, ё-мое, үйде шелек екен ғой, шелек үйде екен, үйден барып шелек так білін, жетелдерге қанша айтам, осы менің огородымдегі суларға тимеңдер, шана арықтың басын бітеп қояды да су жүретін. Так, осыны аламыз, осыны аламыз, басайқа барамыз, нормально өсіп жатыр, ар жақта енді өсіп жатыр. О, жетел әлі қыдырып жүрсің ба? Жүре бер, мақұл, маған бәрі бір ғой. Так, келеміз, так, жетелдер қыдырып жүреді, базар жоқ. Так, келеміз, мына жерді аламыз, бұлайынан, мына жерді сындырамыз, мына аяқтарын бәрін сындырып тастаймыз, как положено. Так, осылайынан, мына жер, мынаның астында бір бәле бармай, неғып кеуіп, мынаны неғып бүйтіп сындырып қоғанын чөт нетті бар ғошы, мынаны біреу сындырамай, бірақ шілей бүйтіп, бұндай ақ көтпейді. Астына біреудің дауысы шығып атыр ма, или маған ес? Жоқ, шығып атқан жоқ, ешім дауысы. Мынаны кімсің? Опа! Мен білет сәқтім бұны не болған бұяқа. Ақ ты!
Ух ты, мына жерден. Мойты. Біреудің есігі тұрған жақта. Мен ғана суды құлатсам, мынау полный опырылып, жер опырылып мына жерге түсейін деп тұр судың бәрі. Огородым одан сайын құртайын деп тұр. Кім менің огородым астына бұндай нәрсе сап жүрген, А? Кімнің батылы жетіп жүр мынандай нәрсе салуға? Бастары істей ма мынандай салатын басқа жер таппай қалды ма? Базар жоқ, бір тайник қылып салып қойыпты, әдемі қылып. Ё-моё. Қуамай, топ аспа, осы бар ғой ше. Ауылда жетелдер түсінбеймін. Мә саған мынау не өлі? Мә анаудай жүрек соғысын көретін емес па? Так мына жақты ашсам ятпамай ма екен, ешкім жоқ па? Так жай ғана бір қарап шығайын, ешкім жоқ па екен? Так. Опа, ешкім жоқ қой что-то. Қоямыз да, короче. Дейміз да, мына жер жайлап тұрып бүйтіп ашып жібереміз. Так, ешкім жоқ па? Так, қолыма тұрмам соң біреу келсе ұрып жүретін хотя бы. Кім бар? Мен сама факел керек сияқты орға. Так, түтініш, үйден факел алып келейші барып. Басып барып үйден факел алып келейші. Так, ешқандай жетел жоқ бар жақта. Жоқ, ешқандай жетел. Так. Что-то мынау подозрительный бар ғой ше. Так, мына жер факел тұрады еді, осыны алып кетсайын бәрібір. Так. Басқа вариант. Ойбай, басқа вариантты жоқ қой. Так, мына жер осы жетелдердің бар ғой, істемейтін нәрсесі жоқ бар ғой ше. Мына жерге салып қоймаған шығар енді. Шлей. Так, мына жақтан кіреміз. Так, мынау немене әлі? Бір как будто лабиринт жасайтын комнатаға ұқсайды екен, Мәсаған, неше аптечка бір? Мына коробканың ішінде 10 аптечка болады ғой, бір коробканың. Так, ішінде нешеу бар сонда? Мәсаған, мынаяқ біртүрлі екен. Мынаяқ еще мына жүректі тексеретін несе, мынаны білмеймін неге. Мынау деген мынау не емес па? Система емес па да? Система қабылдайтын. Сондай бір аппарат қой, какой-то бір. Так, мына жерде алмалар бар, сәбіз бар. Мәсаған, продукты жинақ қойды. Кәдімдей ма десе, мынаяқ не комната, мынаяқты ашамайын ба мен? Так, ашамайын ба? Жоқ, ашамайын мұнан. Мына жер пешті төсек тұр. Ар жағында не бар? Мынау вообще. Ё-моё, неше түр дәрілер әкеп қойды. Мынау не кітап? Так, не кітап? Вирустың ой, мынау не туралы кітап? Мына жер бір какой-то бір дәрі тұр еще. Мына жерлерде дәрі тұр. Не дәрілер? Бұның бәрі витаминдер, оның бәрі. Какой-то бір вирус дейді, не дейді? Так, жүрек соғысы. Мына жүрек соғысы бұларға не ақ берек? Мына жер коробка тұр. Так, коробканы ақтарып көрік. Мә, мұнан, мұнан бәрін не ағылады, тағып алып, мұнан бәрін, мұналар точно бір неге дайындалып отқан жоқ ба? Мынан бұлай алып, не істеп көрік? Мұнау маскалардың бәрін не ағып тұр, бұяқтан андай не маска емес па нау? Андай не дейтін еді, андай бір бәлен не істейтін ше? Қалай айтатын еді? Мен атын тұрмын ше? Так, мұна былайнан кейін ма? Мәссаған, мұна андай бір андай жаман иістерді искемейтін ба? Типа сондай бір бәленің несі ғой, не дейтін еді? Ё-моё, мұнаны осы атын қалды, мұнаны не дейтін еді? На бәлен противогаз, міне түсіндім, есіме түсті, міне. Так, не бар тағы? Мына жерде басқа не бар? Так, мына жерге мына қолыма ұстап алайыншы. Біреу шығып қалып та, біреу кіріп қалып. Так, үстіде біреу келатқан жоқ па? Ешкім кіріп қалмасын. Так, мынаны мақұл есікті ашып тұра берсін, біреуің болса сразу қашып кететін. Так, есікті аламыздағыны жайлап, мынаның кілті болу керек, мынау ше. Так, ашып көреміз. Мәссаған, ашылды. Бірекен ашылды. Так, жауылып қалмасын мынау. Так, жауылып қалмасын. Так, мына жерде бір бәле тұр, мына жерде не печка тұр, мына жерде. Еш нәрсе салмам, мынау төсек тұр, не комната мынау? Какой-то бір капсулный комната сияқты бір. Так, мына жерде бір төсек тұр, сундук бар. Сундуктың ішінде де противогаз бар. Бұны не ақ бәрін алған? Мына жерде не тұр? Не етеді? Ой, факел өшіп қалды ғой. Мына жерде мынандай не тұр ғой? Тағы аптечка тұр ішінде. И какой-то мынандай инвентарь бар. Так, мына жерде не бар? Бәрі не ақ тұр мынаның ішінде? Бәле екен, мынау не біреуге эксперимент жасайын деп жүрген жоқ болғысы. Бір жетелдер. Ё-моё. Кім саса да бір бәлен яри ойлап. Бұл не ақ мен көзін именно анай немнің үстіне салады, немнің огородымның келіп үстіне салады екен. Бұл кім? Ох, ё-моё, қорқыт жүрдің ғой жетелі. Асик, сен мұнақта жүрсің ба, не апшысың сен бұяқта? Қалай не апшысың? Менің огородым үстіне біреу нандай бір бәле салып кеткен, осындай мына не комната екен, білмеймін, какой-то біреуге эксперимент жасайын деп жүр ма, біреуді қамап қойын деп жүр ма? Огородым үстіне именно салған, еще огородымды құртып тастаған полный, ё-моё. Огородты құртқанда мына жерде негізі мен салған едім ғой, бұл не апсың бұяққа кірдің соны айтшы ма? Жоқ,
мына жерді сен алған болсаң неғып бияқа салдың? И вообще неғып мынандай именно осындай комната неге? Сен нема вообще новости көрмедің ба, естімедің ба интернеттен? Не естімедің ба? Не болды ал? Анау скоро андай бір ауыл астанып бір вирус ба бір бәле болайын деп жатыр дейді, кәдімгі ауру болып бір бәлелер адамдар көбейеді дей ма, бірдеңе дейді, шетелдердің бәрі ауыр болады дей ма, бірдеңе дейді. Соған арнайы дайындалған комнатам ғой. Ей, мынандай комнатаңды бар ғой сеніңше, мынандай қақтан естіп алып жүрсің, ондай новостидің бәрін қақтан естіп алып жүрсің? Анау шетелдер тұратын WhatsApp беседаға жіберді ғой, бәрі айтып отыр ғой айқайлап. Ондай WhatsApp'та ондай нәрселерге сене бермеші, жетер қуат екенсің ғой сені. Таза ё-моё. Мына бәрін алып тастады, полный жоқ қыл, мына яқ түсіндің ба, мен огородтың үстінде тұрып. Ол деген болмайды әжек, ол сенің базар жоқ, сенің огородтың үстінде тұрған шығар ол. Бірақ мына жер маған керек, ол кейін сол шын болып қалса не істейсің ал? Бұны мен еще 2 айда салып жүрдім ғой. Сен сондай 2 ай бойы осын салып маған айтпағансың ба, бірде-бір грамм? Енді айтайын сен өзің бір орысып бересің ба, бірдеңе болып. Неғып үйің астына салмадың, соны айтшы, хотя бы үйіңнің астына салсаң болды. Мен үйім астандай түсіп кеткен, опырылып кеткен ғой үйім астынан. Алдында нелер салып кетеді андай бір шахтерлар келіп қазып өтіп дейсің ба, бүкіл ауылдың бәрін астын. Сол кезде мен де үйім астын қасып тастап, сол барып сөйлескен ғой солармен. Сөйтсем болмайды дейді, үйің астына сала алмаймын еш нәрсе. Ой, топас. Вирус дейсің ба? Ма десе, вирустарың болса, онда вирусқа дайындалайық, ал біреудің өтірік әңгімесі сені осында жер тістеп бір. Ол шын болып қалса не істейсің ал? Онда шын болса, маған мына жерге бір комната бер, менде как раз мына жерге бір қасыңа бір комната бүйтіп мына жерге бүйтіп қасып бір комната сабалайын, сөйтіп менде тұрайын, онда екеуміз вирус болған кезде осы жерде тұрайық ал. Болды, тапқан идея ғой, ақылды дұрыс айтасың негізі осы жерде. Салу керек сондай дұрыс, кейін вирус келіп қалса екеуміз осы жерде тығылып отырамыз. Сосын ауылдағы шетелдер ше? Олар өздері білсін, не ақса өзі біледі олардың бәрі. Мақұл, тұрат базар жоқ. Бірақ мына жерде кішкене мына жерге бүйтіп құмдар қойып ар жақта су жүретіндей болып огородқа істейікші, мақұл ма? Істей бересің ғой, өзің көріп мына жерде просто мына заттардың бәрі неге аптечканы көп деп ойлап жатсаң, бәрі просто кейін выживать етеміз ғой, осының астында қалып соңғы сол ауырып қалса осылардың бәрі керек болады деген ғой. Молодец, бүкіл жерден неш аптека тойнағасың ба, бірдеңе қасың ғой сен. Мақұл, короче, маған да онда мына жерге бір комната от душидан бір комната салып бер, короче, и все, короче, түсіндің ба? И, короче, мына жерге бүйтіп құм ба бір нәрсе жүргізіп қой, үстіне труба жүргізіп, су жүргіземін мен, короче. Ё-моё, жетер қуат екенсің ғой. Асик, рахмет, короче, саған үлкен рахмет. Болды, нормально бәрі, жап есіктің бәрін. Ё-моё, жетелдер қуат екен. Еще мынаны айтайын. Жетел, неғыса бітеміз, короче, кіре беріс жердің мына жерін, именно огородтың үстіне емес, мына жерін бүйтіп примерно кішкене анаяқтан шығатын қылып істейміз, түсіндің ба? Все, сен разрешение берсең болды, все нормально бәрі, сала бер, смело. Все, өзің сал, мен салмаймын, короче. Все, саламын ғой бәрін. Все, давай, мәссаған. Өсіп бәрі планның бәрін құртады қойшы, мұнан бәрін құмның бәрін лақтырып кетейін, бетін өзі жауып. Огородтың бәрін өзі істері, мынан бәрін егет, короче, өзің. Ё-моё, қуат екен ғой жетелдер. Ё-моё, жетелдерге таңғалу тоқтаттырмайды, бро, жетелдер ше. Так, мынаны аламыз, мынаны бәрін салып тастаймыз, тағы не бар салатын. Так, все, бәрін салып тастадым ба? Так, үйге кіріп, ат душына бір демалып алышы, ё-моё, ұйықтамадым, таңертеңнен тұрғалы бер, так, мына жерге факелді қойып қояйық, нормально, так, все, так, мына жерге, епокқа тамақ, епоқтан тамақ бермеді, епоққа болды, епоққа, достар, комментарий жазбай қойыңыздар, яғын, так, все, так, ұйықтап алайын демалып, мына жерге бит, қолайын десем, жатамай отырмын, что-то, мені төсек деген неудобно болып тұр, кіргіш болып тұр ма, что-то тазалап жүріп бір бар ғой ше, далаға шығарып. Все, онда мен видеоны аяқтайсыздар ма? Бұл мен Асик, және де менің осы видеомды соңына дейін көргеніңізге үлкен рахмет, саған да үлкен рахмет. Ана тіркеп лайк басып, және де комментарий жазып ұмытпа, мен комментарийлардың бәрін обязательно оқимын. Сондықтан комментарий жазып кет. Всем пока-пока, чао.